Сәлем құрметті таразылар, сұлулық пен гармонияның белгісі және нағыз эстеттер. Бұл сіздің 2025 жылдың наурыз айына арналған астрологиялық болжам. Бұл уақыт жеке және бизнес қарым-қатынастарды қайта қарауға, өміріңіздегі ретсіздікпен қоштасу және жаңа бастамаларға дайындалу кезеңі. Наурызда сіз өзіңіздің ішкі әлеміңізге үңіліп, өткенмен қош айтысуға және болашаққа сеніммен қадам жасауға мүмкіндік аласыз. Бірақ қымбатты достар, наурыз даталарына әрбіреуіне тоқталмас бұрын мен сіздерді алда келе жатырған наурыз мейрамымен құттықтағым келеді. Сіздерге әр шаңыраққа құт береке, амандық, шаттық, ырыс ынтымақ тілеймін. Жаңа жыл жарқын сәттермен қуаныш әкелсін деймін. Наурыз құтты болсын. Ал енді наурыздың әрбір датасына тоқталатын болсақ, 2 наурыз Венераның ретроградқа өтуі қарым-қатынастарыңызға әсер етеді сізде. Бұл кезеңде сіз жақын адамдарыңызбен арақатынасты қайта қарастырасыз, қайта ойланасыз, кіммен сөйлесіп жүрсіз, кіммен сізде қандай отношение, қандай қарым-қатынас, немесе қандай деңгейде, қаншалықты сіз ол адамға сенесіз, қаншалықты ол адам сіздің өміріңізге влияниесі, яғни өміріңізге қалай әсер етеді. Және бұрынғы таныстарыңызбен қайта кездесуіңіз мүмкін, кейбір қарым-қатынастарды аяқтауыңыз мүмкін, немесе жаңағы айтқандай жаңа деңгейге көшіруге шешім қабылдайсыз. Жаңа деңгейге көшіруге дегенде мүмкін жаңағы үйлену туралы ойлар болуы мүмкін осындай уақытта. Егерде ұзақ біреумен жаңағы жақсы ұзақ бір қарым-қатынаста болсаңыз. 14 наурыз Меркурий Овен белгісіне кіруі. Бұл серіктестіктер мен келісімдерге көңіл бөлуді талап етеді. Ол кезеңде жұмыс, бизнес, жеке қарым-қатынастар бойынша жаңа келісімдер жасалуы мүмкін, бірақ оларды мұқият талдау қажет, себебі 15 наурыздан бастап Меркурий ретроградқа өтеді. Бірақ бұдан қорқудың ешқандай керек жоқ, себебі Меркурий ретроградта болғанда жаман бір нәрсе болады деген сөз емес. Тек мұқият болу керек. Егерде қағаздармен жұмыс болса, бірнеше рет тексеріп, және де Меркурий ретроград болған кезде кейбір нәрселерді қайта жасауға жақсы, қайта қарастыруға жақсы. Егерде бұл қарым-қатынасқа қатысты болса, біреумен кішкене ұрысып керісіп қалсаңыз, немесе түсіністік болмай жатса, сондай нәрселерді шешуге болады. Немесе экзамен, мысалы, тапсыра алмай қалсаңыз, осы уақытта қайтып тапсыруға болады. Немесе үйіңізде бір нәрсе сынып қалса, соны жөндеуге қазір жақсы уақыт. Яғни Меркурий қайта жүргенде сізге кейбір нәрселерді шешуге екінші, үшінші мүмкіндік ашылады деп айтуға болады. 5 және 25 наурыз Плутон планетасының позитивті аспектілері сіздің көңіл көтеруге, шығармашылыққа, немесе демалысқа уақыт бөлуіңізге ықпал етеді. Бұл күндері қызықты кездесулер мен ерекше оқиғалар күтіледі. 8 наурыз Марс пен Күн планетасының гармониясы, үйлесімі сіздің карьераңызға немесе кәсіби ортаңызға оң әсер етеді, жақсы әсер етеді. Бұл күні жұмыста маңызды жетістіктерге жетуге, немесе бастамалар жасауға, жобалар жасауға, өзіңіздің идеяларыңыз, ұсыныстарыңыз болса, соларды айтуға жақсы уақыт. Және маңызды шешімдер қабылдай аласыз осы уақытта. Келесі 12 наурыз Сатурн мен Күн планеталарының бірігуі. Бұл сіздің жауапкершілік сезіміңізді арттырады. Бұл уақытта тәртіп пен тұрақтылықты сақтауға шақырады. Дисциплина сақтауға шақырады. Бұл күн еңбекқорлық пен шыдамдылықты талап ететін ұзақ мерзімді мақсаттар қоюға қолайлы. Яғни ерінбей еңбектенетін қандай да бір мақсаттарыңыз болса, бірақ ол мақсатқа жету үшін сізге ұзақ бір жұмыс жасау керек болса, дәл қазір соны бастайтын уақыт. 14 наурыз ай тұтылуы. Бұл айда бізде 2 затмение болады. Бұл бірінші затмение 14 наурызда. Ол сізді өткенмен қош айтысып, жаңа өмірге қадам басуыңызға мүмкіндік береді. Бұл күні қажетсіз байланыстардан, эмоциялық
балықтардан арылуға болады. Арылуға жақсы уақыт. 20 наурыз күннің овен белгісіне кіруі жаңа мүмкіндіктердің басталуын білдіреді. Бұл кезде бизнес қарым-қатынастардың дамуына және маңызды шешімдер қабылдауға қолайлы кезең. 23 наурызда Венера мен күн планетасы бірігіп, қарым-қатынастарда тепе-теңдікті қалпына келтіруге көмектеседі. Бұл күні махаббат, достық, бизнес, серіктестік, партнерство үшін ерекше уақыт. 27 наурыз қара ай, черная луна сіздің екінші үйіңізге өтеді. Бұл қаржылық мәселелерде сақ болуды талап етеді. Артық шығыннан аулақ болу керек, әсіресе бұл уақытта. 30 наурыз Нептун планетасының Овен белгісіне кіруі. Бұл 165 жылда бір рет болатын нәрсе. Сізде бұл қарым-қатынастармен жаңағы бизнес, партнерство, серіктестіктерге деген көзқарасыңызды өзгертеді. Ұзақ мерзімді өзгерістер кезеңі басталады. Қорытындылайтын болсақ, наурыз айы таразылар үшін өзін-өзі дамыту, қарым-қатынастарды жақсарту және болашаққа сенімді қадау жасау кезеңі болмақ. Ескі мәселелерді шешіп, өткенді артта қалдыру керек және жаңа мүмкіндіктерге жол ашу осы айдың басты тақырыптары. Ең бастысы өзіңізге сеніңіз, өзіңіздің ішкі түйсігіңізге құлақ асыңыз және жақсылыққа ұмтылыңыз әрине. Бұл жұлдыз жорамал сіздің жаңағы солнечный знак бойынша жасалған. Дәл әрі нақты толық прогнозды көру үшін өзіңіздің асцендентіңіз бойынша да қараңыз. Ол туралы видео арнада бар. Қалай табу керек екенін өзіңіздің асцендентін соны көріп қарауыңызға болады. Наурыз айы сізге сәттілік пен жаңару әкелсін. Тағы да кездескенше сау болыңыз.